Петропавлда қалалық әкімдік қызметкерлері мемлекеттік пәтерлерден адамдарды заңсыз шығарып, кейін алаяқтық жолмен тұрғын үйді жекешелендіріп сатқан. Мемлекеттік қызметкерлерден зардап шеккендер қатарында мүгедектер, жетімдер мен әлеуметтік жағынан осал азаматтар бар. Облыс орталығында аса ірі көлемде мемлекеттік қаражатты жымқыру ісі бойынша үкім шығарылды. Тергеу мәліметінше қылмыстық іс фигуранттары алдын ала сөз байласқан 3 жергілікті тұрғын болған. Олар қызмет бабын пайдалана отырып әрекет еткен. Олар әлеуметтік осал азаматтардың атына рәсімделген мемлекеттік тұрғын үйді сатып, ақшаны өздеріне қалдырып отырған. Кінәлілер алынған қаражатты жымқырған. Сотта бұлтартпас айғақтардың болуына қарамастан, үш айыптаушы жасаған қылмыстарды бойынша өз кінәлерін мойындамай, жасаған қылмыстарына екінбеген. Осыған қарамастан, мемлекеттік айыптау тарап кінәлердің алдау және сенімге қиянат жасау арқылы мүлікті ұрлағанын дәлелдеп, мемлекетке 46 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Петропавл қалалық соты прокуратураның пікірімен келісе отырып, барлығын 6 жылға және 7 жылға дейін мерзімге нақты бас бостандығынан айыруға соттап, олардан келтірілген материалдық шығынды өндіріп алды. Үкім заңды күшіне енді.